Түймедақтың денсаулыққа пайдасы. Түймедақ, ромашка өте пайдалы өсімдіктердің бірі. Себебі оның гүлінде адам ағзасына оң әсерін беретін эфир майы бар. Сонымен қатар өсімдіктің құрамындағы флавоноидтар бактерияларды жойып, аурудың асуына қарсы тұруға ықпал етеді. Және құрамындағы пайдалы майлы қышқылдар зат алмасуды реттеп, тәбетті ашады. Ағзаға зиянды токсиндер мен шлактарды бөліп шығарады. Осы секілді гүлдің пайдалы және зиянды тұстарымен танысқыңыз келсе, бізбен бірге болыңыз. Армысыздар. Баршаңызға қайырлы күн. Ромашка, түймедақтың пайдасын білгіңіз келсе, міндетті түрде мына видеоны аяғына дейін көріңіз. Ұнаса да, ұнамаса да тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз. Осылай жасау арқылы біріншіден қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосасыз. Екіншіден ана тіліміз, қазақ тілінің дамуына азғантай да болса септігіңізді тигізесіз. Жақын жуық дос-жарандарыңызбен бөлісіп, қоңыраушанды басып қоюды ұмытпаңыз. Бұдан кейінгі шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін. Түймедақ гүлін іш кебу, іш өту, іштің түйіліп ауруында, асқазан жарасында және ас қорытудың бұзылуында көп қолданылады. Сонымен қатар оның тұнбасымен тұмауды, баспаны емдеп жазуға болады және дене қызуын түсіретінде қасиеті бар. Түймедақ жүйке жүйені тыныштандыратын ең таптырмас емдік шөптердің бірі. Ұйқыға жатар алдында түймедақтан демделген бір шыны шайдың өзі шаршауды басып, тыныш ұйықтауға ықпал етеді. Бұл өсімдік бүгінде косметикалық зат ретінде кеңінен қолданысқа ие. Ол бет терісінің қызуын басып, ондағы бөртпелерді кетіруге және майлы беттерді тазалауға көмектесе алады. Түймедақ гүлдерінің тұнбасымен компресс жасау арқылы көздің шаршауын басып, қызарғанын емдейді. Өсімдіктің шашымызға да тигізер пайдасы көп. Мәселен, шашты тазалап сусаумен жуып болғаннан кейін гүлдің тұнбасымен шашыңызды шаятын болсаңыз, сусамының құрамындағы зиянды химиялық заттардың залалын ауыздықтап, шашты қатайтып әрі нәрлендіреді. Сонымен қатар шашқа табиғи жылтырлық сыйлап, жібектей жұмсақ етеді. Әсіресе майлы және қайзыға көп шаштарға осы түймедақ тұнбасы көмектесе алады. Түймедақтан дайындалатын емдік шайлар. Тыныштандыратын шай. Бұл шайды дайындау үшін түймедақ гүлдерінің бір шай қасығын бір стакан қайнаған сумен араластыру керек. Бір сағат тұндырып қойып, ұйқы қашқанда немесе қатты шаршағанда бір шай қасық бал қосып, төсекке жатар алдында қабылдаса, түнді ұйқыңыз тыныш, ал ертең сергіп оянасыз. Жел айдайтын шай. Мұндай шайды ішу үшін ең алдымен түймедақ гүлдерінің 6 бөлігімен шүйгін шөп валерина тамырының 4 бөлігін және зиренің тимин 1 бөлігін алып, жақсылап араластырасыз. Одан соң осы шөптердің қосындысын біраз қасық алып, үстінен 1 стакан қайнаған су құйып, 20 минут тұндырып қою керек. Дайын шайда таңертең және кешке жарты стаканнан ішіп отыру керек. Қызыл иек қабуына арналған тұнба. Мұндай дертке шайқурай, зверобой, дала қырықбуыны, хвош, түймедақ гүлі мен қырмызы, календула шөптерінен бір шай қасықтан алып, үстінен жарты литр су құю керек. Содан соң 30 минут тұндырып, қызыл иек қабынғанда күніне 5-6 рет осы тұнбамен шаюға болады. Баспаға, ангинаға қарсы. Түймедақ гүлінің 3 бөлігімен жөкі ағашының липа 2 бөлігінен 20 грамм алып, оны 1 стакан қайнаған суға демдейсіз. Содан соң 20 минут тұндырып, дайын тұнбамен тамақты күніне бірнеше рет шаю керек. Ал бүйрек ауырғанда түймедақтан дайындалған тұнбаны жылы күйінде күніне 3-4 рет жарты стаканнан қабылдауға болады. Сонымен қатар үш түйіліп ауырғанда тамаққа дейін біраз қасықтан дәл осындай тұнбаны ішу керек. Ескерту. Басқа өсімдіктер секілді түймедақтың да пайдасымен қатар залал келтіретін тұстары бар. Мәселен, түймедақтан дайындалған шайды немесе тұнбаны
аяғы ауыр әйелдердің ішуіне мүлде болмайды. Себебі болашақ ананың ішіндегі нәрестесіне бұл кері әсер етіп, түсік тастап қою қаупі бар. Сондықтан да бұл өсімдікті жүкті әйелдердің барынша тұтынбағаны абзал. Дегенмен түймедақ пен тұмау кезінде тамақ ауруларында ингаляция жасау арқылы айығуға болады. Және тамақты шаюға да мүмкіндік бар. Тек жүкті әйелдер түймедақты ішке қабылдамаса болды. Сіздерге пайдалы ақпарат бердік деген ойдамыз. Егер де асқабақ дәнінің қандай пайдалары бар екенін білгіңіз келсе, дәл қазір келесі видеоға өтіңіз.